Жаһандық кеңістіктегі Қазақстан мәдениеті деген рухани жаңғыру жобасына қатысты хабардың атауы ғана емес. Бұл әлемнің ең үздік алаңдарында өнерімізді, бай ұлттық мұрамызды таныстыру мүмкіндігіне ие болған отандық артистердің, суретшілердің, көне жәдігерлерімізді сақтаушылардың орындалған арманы. Мәскеу. Ресей астанасы әлемнің мәдени орталықтарының қатарында бұрыннан бар. Ондағы талғампаз көрерменді таңғалдыру тіпті қиын. Көрменің жаймашуақ күндері бүкіл ресейлік сәндік қолданбалы және халық өнері музейінің залдары мәскеулік көрермендерді ерекше көрмеге шақырады. 2,5 мың жылдан аса жер астында жатқан көне жәдігерлер туған жері Қазақстаннан ұзап, алғаш рет сапарға шықты. Мәскеуге 235 жәдігерді әкелді. Дәл қазір осы залда олардың қораптарын ашады. Бұл жер қазір операция зал сияқты. Міндетті түрде ақ халат кию керек. Ұлы дала мұрасы зергерлік өнер жауһарлары көрмесі Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі мен ұлттық музей ұйымдастырған алтын адамның әлем музейлеріне шеруі халықаралық турнесінің бір кезеңі. Так, уважаемые господа, уважаемые коллеги, мы очень приятно. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті әріптестер, Ресей астанасы Мәскеуге келгенімізге өте қуаныштымыз. Қазір ең негізгі жұмысымызға кірісеміз. Қораптарды ашып, қабылдап алуға кірісеміз. Жәдігерлерді қабылдауға дайынмын. По списку 33. Тізім бойынша 33 бұйым саны, геометриялық пішіндегі тілімшелер, бас киімнің әшекейлері түпнұсқа. Біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларға жатады. Есік қорғаны. Көрмеге келген 200-ден астам бұйымның 90-ы түпнұсқа. Бұл дегеніңіз музей қызметкері мұқият қарап тұрған жұқа ғана алтын бұйымдар қазір біз тұрған қаладан шамамен 1500 жыл бұрын жасалған. Жәдігерлерді қабылдаудың барлық рәсімдерін қатаң сақтау керек. Себебі ресейлік музей қызметкерлері қазақстандық әріптестерінен ғылым мен мәдениет үшін маңызы зор бұйымдарды қабылдап алып жатыр. Здесь вот в данном случае, вот в данной коллекции, вот. Бұл жерде нақты осы топтамада алтын адамды ұсынып отырғандықтан, мына бұйым бағалырақ, екіншісі маңызы кем деп айтуға болмайды. Бұл жерде барлығының музей үшін құндылығы, маңыздылығы бірдей. Осындай топтамамыздың бар екенін, осындай жәдігерлеріміздің Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қорында сақталғанын мақтан тұтамыз. В фондах Национального музея Республики Казахстан. Мәскеуге әкелген көрмедегі жәдігерлердің әрқайсысы баяғыда энциклопедияларға енген. Олардың көпшілігі ұлттық және мемлекеттік бейне материалдардың көркі болып, қазақ мәдениетінің айшықтайтын белгілерге айналған. Экспозицияның ортасында Алматы облысындағы Есік қорғанынан жарты ғасырдай бұрын табылған атақты алтын адам. Сол кездері табылған олжа жұртты елең еткізген еді. Алтын жалатқан киімдегі жас ханзада қайтыс болғаннан кейін 2000 жыл өткеннен соң әлемді жаулап алды. 4000-нан астам алтын бұйым сақ дәуіріндегі адамның өмірі жайлы тек археологтарға мәлім тілде сыр шертіп тұр. Таңғажайып құстар мен аңдар, әшекейлер, аспаптар мен қару-жарақтардың бәрі сақтардың дүниеге көзқарасы, діні мен әдет дағдылары туралы баяндайды. Ертедегі зергер өрнек салған күміс тостағанның құпиясын шешемін деп ғалымдар әлі күнге дейін бас қатырып жүр. Бұл жазу қазіргі қазақтардың арғы ата-бабалары ойдағысын жазба тілмен білдіре алғандығының дәлелі. Ал қазір осынау бірегей олжаларды көрме сөрелеріне құрметтеп жайғастырғанша бейнекамера фильтрінсіз қолмен ұстап көруге мүмкіндік бар. Жәдігерлерді сақтаушылар алтын адам залын қазына қоймасын айналдырғанша ғимаратты аралап көрмекшіміз. Себебі бұл музей аты әлемге әйгілі алтын адамның уақытша тұрағына айналады. Попадая под своды этого музея, мы перемещаемся в конец 18. Музейге кірген сәттен-ақ 18 ғасырға түскендей боласыз. Мұнда бізді сәндік қолданбалы өнер музейі директорының орынбасары Александр Богатырев қарсы алды. Сәлематсыз бе? На самом деле музей не такой уж старый. Шындығында музейіміз ескі емес. Ол 1981 жылы ашылған. Бұл ғимараттың өзінің де тарихы қызық. 17 ғасырдан бастап үйге Стрешневтер келіп кеткен. Аумағы үлкен үйдің төңірегінде саябақта болған. Музейге келе жатқанда жағалай жөке ағашы отырғызылған аллеямен өтесізде балалар орталығын, сән мен дизайн орталығымызды көресіз.
Ал қазір 18 ғасырдың соңында граф Остерман қоныстанған бас ғимараттың ішінде жүрміз. Аңыз бойынша мұнда әлі де граф Остерманның елесі жүр деседі. Граф Остерман. И по преданиям до сих пор здесь гуляет призрак графа Остермана. Здесь собирались... Кезінде мұнда өтетін салтанатты би кештеріне Мәскеудің ақсүйектері жиналып тұрған. Қазір Мәскеудің дәл ортасында тұрмыз. Ал 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында бұл ара қаланың шеткері тұсы болатын. Граф пен оның мұрагерлерінен кейін ғимаратқа дін өкілдері ие болған. Бұл залдарда 1918 жылға дейін Мәскеу семинариясы орналасқан. В период Великого переворота и революции... Төңкеріс және революция кезінде шіркеу ұйымдары бұрынғыдай қажет болмады. Мұнда түрлі өңірлерден келген өкілдер жинала бастады. Кейіннен Ұлы Отан соғысынан кейін мұнда Ресей Кеңес Федерациясының министрлерінің кеңесі ұйымдастырылды. Ғимаратты өзгертіп, зәулім 3 қабатты ғимарат етіп салады. Алтын адам қазір сол залдарда тұр. К нему был пристроен огромный флигель трехэтажный, в залах которого сейчас и путешествует золотой человек. Да, вот мы с вами попали... Ал қазір 20 ғасырдың орта тұсына келдік. Бұл ретпен Кеңес үкіметі министрлер кеңесінің алқасы көтерілген. Міне осындай тарихи сатымен 2018 жылы Ұлы дала мұрасы зергерлік өнер жауһарлары атты Қазақстанды көрменің алғашқы қонақтары көтеріліп келеді. Көрме ашылардан бұрын баспасөз конференциясы өтті. Оған Қазақстан мен Ресей мәдениетінің қайраткерлері келді. Жиналғандар бір ауыздан алтын адам шеруі ел мен елді жақындастыратын орасан зор мәдени шара екенін тілге тиек етті. Мы объединены общей цивилизацией. Бізді ортақ өркениет, ортақ саяси және экономикалық мүдделер біріктіреді. Бірақ ең бастысы біз бір-біріміздің мәдениетін білетін, бағалайтын және жақсы көретін ағайын елміз. Бұл көрме әрине арамыздағы достық байланысты нығайтуға, жан жүрегімізді жақындата түсуге көмектеседі. Мәртебелі меймандардың жолы болып, оларды көне сақ әлеммен Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Иманғали Тасмағамбетовтің өзі таныстырды. Туған елінің тарихын жетік білетін елшінің жәдігерлер туралы әңгімесі зор қызығушылық туғызды. Мы действительно увидели сегодня шедевры. Шедевры не только выдающегося мастера. Бүгін шынымен де қайталанбас өнер жауһарлармен таныстық. Асқан шеберлікпен жасалған бұйымдармен қатар қазақтар мен қазақ халқының тарихын көрсететін дүниелерді көрдік. Әрбір халық үшін өзінің өткенін бағамдап, тарихын түсіну менің ойымша өте маңызды. Алтын адам қазақтар үшін олардың тарихы мен этногенезін түсіну үшін өте маңызды. Важная веха для казахов, для понимания их истории, для их этногенеза. Музей келушілерге есігін ресми түрде ашатын сәтте келді. Сақтардың қазынасына апаратын жолға алқызыл лента тартылған. Оны кесу мәртебесі өткен ғасырдағы қазақстандық атақты археологтардың ізін жалғаушы тарих ғылымдарының докторы Зейнулла Смашевқа бұйырды. Көрермендер жәдігерлерді мұқият қарап жүргенде ғалым қорғандардың құпияларымен бөлісті. Әрбір элементінің өзі бір үлкен жатқан бір тылсым әңгіме. Құстың образын аламыз ба, немесе қанатты аттың образын аламыз ба, немесе бәйтеректің образын аламыз ба, солардың барлығы да қосылып біздің сол сақ халықтардың, біздің ата-бабаларымыздың сондай дүниетанымының сондай кереметтігін, кеңдігін енді көре білеміз. Содан кейін барып тұрып, енді осындай үлкен озық мәдениет жасаған ата-бабаларымыздың біз мұрагеріміз деген сондай бір біздің мерейімізді көтеретін бір сондай дәрежеге жетіп отырмыз, қай жерде болса да. Көрмеге алғашқы келушілердің арасында Ресейдің белгілі ғалымы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің тарих факультеті археология кафедрасының меңгерушісі Анатолий Конторович болды. Сақтардың дәуірін зерттеуші ғалым Дунайдың сағасынан Байкал мен Қытайға дейінгі ұлан-ғайыр даладағы көшпенділер мәдениетін салыстырады. Олардың ішінде есік қорымын қалдырған сақтар да бар. Жаңа ашылған көрме археологияны зерттейтін студенттер үшін тамаша көрнекті материалдар. Постараюсь их привести сюда сам и, может быть, их поводить по выставке, потому что это действительно шедевры.
и они охватывают. Мен тіпті оларды осында өзім алып келіп таныстырып шығуға тырысамын. Себебі бұл дүниелер шынында да өнер жауһарлары. Қалай болғанда да олар бүкіл Қазақстанның аумағын қамтиды. Мәскеу көрерменін алтын мен күмістің жылтырағаны ғана емес, зергерлік өнер, металлды бедерлеп бұйымдар жасаудың өзі қызықтыруы мүмкін. Мүлде басқаша табиғи өркениет жағдайында адамдардың қалай өмір сүргені. Өзгеше мәдени кеңістікті қалай құрғаны да көрерменге қызықты болатын шығар. Көшпенділер әлемі деген өзіне қандай болған? Ол жағдайда адамдар өздерін қалай сезінген, не істеген, қандай өнер туындыларын жасаған. Как люди себя здесь чувствовали, что они делали, какие они произведения искусства создавали, да? Ну и в конце концов здесь вот очень важно, чтобы... Сайып келгенде мұнда өте маңызды жәдігер ұсынылған. Ол әлде бір жергілікті тілде жасалған тұтас Киев Сібір әлеміндегі жалғыз жазу. Әзірге оның қай тіл екенін білмейміз, сақ тіл шығар. Бұл есік қорғанынан табылған күміс тостаған. Дунайдан Қытайға дейінгі Киев Сібір әлеміндегі басқа жазуды көріп тұрған жоқпыз. Өзгеше мәдениет идеясын залдарды безендіруге де қолданған. Ол Мәскеулік музейдегі басқа көрмелерден ерекшеленіп тұр. Залдарда көрме сөрелеріне ғана жарық түскен. Қабырғаларға көне өрнектер салынған. Арнайы еден жабыны басқан қадамыңыздың дыбысын естіртпейді. Осындай жағдайда ғана дала қазынасының сырына қанығуға болады. Көрермендер қазақы күміс бұйымдарының топтамасына қатты қызықты. Зергерлік бұйымдар 18-19 ғасырға тән бұйымдарды алып келдік. Өңір жиектер, құдағы жүзіктер, білезіктер, барлық жанр бойынша белдіктер деген сияқты. Соның ішінде өте көзге көрнекті, мысалы, өте құнды, халықтың қызығушылығын тудырып жатқан бұл құдағы жүзіктеріміз біздің. Өлшемі бойынша өте үлкен, ол 5 саусақтың да бетін жауып тұратын жүзіктер. Не деген жүзіктер деген сияқты халық таң қалуда, мысалы, соған. Қазақтың зергерлік өнері сәнге айнала алады. Лайықты бағасын бергендер де табылды. Это родовое украшение, которое содержит слово «род», дерево. И все это... Бұл ата бабасынан өрім бұтағына мұраға қалатын әшекейлер тамыр жайған алып ағаш сияқты. Алматыдағы көне бұйымдар дүкеніне барғанымда күміс қапсырмасы бар ер адамға арналған белдікке қарап ұзақ тұрдым. Керемет өңделеген екен. Шынымды айтайын, 3 күн қатарынан барып қарап жүрдім де алмай кеттім. Енді соған қатты өкініп жүрмін. Осындай белдікке ие болу әрбір ер адам үшін, әрбір жауынгер үшін зор мәртебе болған шығар. Для каждого мужчины, для каждого воина это большая честь. Белгілі кинорежиссер Тимур Бекмамбетов көрмеге шығармашылық шабыт іздеп келген екен. Мы все фотографисты неоплатной долги, мы никак не можем про «Золотого воина» снять фильм. Біз барлық кинематографистер алтын адам туралы фильм түсіре алмай жүргеніміз үшін қарыздармыз. Бүгін міне көрмені ұйымдастырған барлық ғалымдармен таныстым. Осыдан кейін ісіміз оңға басып, фильм түсірілетін шығар деген ойдамын. Бұл Қазақстан үшін өте маңызды болар еді. Сәндік қолданбалы өнер музейінің қызметкерлері жергілікті көрермен қауымның қызығушылығы жоғары екенін айтады. Көрме маусымның айтарлықтай оқиғасы болғаны сөзсіз. Великолепные образцы ювелирных украшений. 60-шы жылдары Қазақстан аумағынан табылған археологиялық қазынаның тамаша зергерлік бұйымдарының үлгісін құндылығы, бірегейлігі және сақталуы бойынша Тутанхамон мазармен ғана салыстыруға болатын шығар. Сохранность сравнима только с, наверное, гробницей Тутанхамона. Но для нас, живущих на Евразийском полуострове и... Осынау кең байтақ аумақта із қалдырған барлық мәдениетке өте қызығатын Евразия құрлығында тұратын біздер үшін тарихи тұрғыдан алғанда біздің түп тамырымыз болып саналатын бұл қазына ерекше қымбат. Тарихи археологиялық ғылыми маңыздылығымен қатар бұл тамаша зергерлік көркем әшекейлер. И кроме того, что это очень важно исторически, археологически, научно, это еще прекрасные ювелирные художественные украшения. Бірінші күні келген зейінді көрермендердің арасында Әзірбайжанның мәдениет жөніндегі атташесі болды. Алтын адам баратын келесі қала Баку. Мы очень много слышали об этих украшениях, мы слышали о золотом человеке, но увидеть его воочию, ощутить эту красоту. Осы әшекейлер туралы көп естідік. Алтын адам туралы да білеміз. Осындай сұлулықты өз көзіммен көрген әрине мүлде басқаша. Тамаша әсер алдым. Әсіресе алтын адам, оның ғажайып киімі ерекше әсер етті.
тамаша киінген қазақтың рыцари деуге болады. Казахстанский рыцарь. Я еще раз хочу поздравить моих коллег из Казахстана, поскольку я сама искусствовед и в полной мере ощущаю уникальность этого художественного явления и выразить... Қазақстандық әріптестерімді тағы да құттықтаймын. Өзімде өнертанушы болғандықтан бұл көркем құбылыстың бірегейлігін жете түсінемін. Шеруін Мәскеуден бастаған алтын адамның әрі қарай Бакуге баратынына өте қуаныштымын. Сіздерді Бакуде күтеміз. Очень много удовольствия и интереса бакинскому зрителю. В настоящее время на территории Казахстана... Қазіргі уақытта Қазақстан аумағынан 8 алтын адам табылған. Дегенмен есік қорғаннан табылған алтын адам ұлттық символға айналды. Алтын адам Мәскеуде бір айдан аса тұрақтап, әрі қарай әлем музейлерін аралауды жалғастырады.